Енді жұп келбетліклерге мысал ойлы, шұқырлы. Білесіздер, жұп келбетліклер өздері екеу болып, арасына дефис қойылады. Дефиспенен жазылады. Ойлы, шұқырлы, майда шүйде, қызыл жасылы, таулы тасылы, сау саламат, қатар құрбы, ғарры жас сөзлер, сияқлы сөздер жұпласып, жұп келбетлік жасайды. Және жұп келбетліктің жасалуына бір мысал келтірсем, келбетлік, дефис келбетлік, екі келбетліктің жұпласуынан жасалады. Мысалы, ойлы бәлентілі, таулы тасылы, сау саламат, шады құррам, ұзынлы қысқалы, жеке сирек, қоңыр ақшыл. Бұларда сол келбетліктің, екі келбетліктің жұпласуынан жасалып тұрыпты. Екінші, синоним келбетліклер, яғни бұл жерде келбетліклердің сыңарлары бір-біріне синоним мәнілері жақын болған сөздерге. Мысалы, қатар құрбы, жетім жесір, қырмызы қызыл, антоним келбетліклер. Антоним келбетліклер келеді, жұп келбетліклерде бұларда екеуінің мәнісі бір-біріне қарама-қарсы болады да, жаңа бір мәні жаратып тұрған болады. Мысалы, үлкен кіші, ұзын қысқа, ғарры жас, ойлы бәлент, ақ қара. Кейін төртінші, екі атлық жұпласып келуінен де жасалады. Яғни бұл жерде кейінгі атлыққа келбетлік жасаушы қосымта жалғанады. Мысалы, шөп шарлы, мал мүлклі, бақ харемлі, бақ бақшалы болып жұпласып келеді. Кейінгісі, мысалы, такрарланған келбетліклерде жұпласуынан болады. Мысалы, айқын, ұзын, қысқа, биік. Бұларда сол жұпланған келбетліклерге кіреді. Егер такрар келбетліклер тауын деген болса, такрарға кіртесіз. Егер жұп деп келтірілген болса, сол такрарларды жұп келбетліклерге кіртесіз. Бұл келбетліклердің жасалуы еді. Келбетліклердің жасалуын білу арқалы, қалай жасалған білу арқалы, һәм кейінде қандай қайсы қайдағы сұрауларын қою арқалы дөренді келбетліклер хақында да, келбетліклер хақында да терең түсінікке ие боласыз.